Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздер сигаре бөлек дайындаймыз. Өте дәмді шығады. Жасалу өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге керегі картошка жуып тазалап алып, осылай суға тұзды салып, қайнатып аламыз. Картошкамызды пісіріп аламыз. Піскен картошканы алып, осылай пюре жасаймыз. Жақсылап езіп аламыз. Суытып қоямыз. Енді бізге қажеті сыр. Қаттылау сыр қажет болады. Осыны күштен өткізіп дайындап аламыз. Енді сырымызды алып, суыған пюреміздің бетіне салып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді бізге қажеті лаваш. Мен әртүрлі лаваш алдым. Шпинат қосылған, күнжут қосылған және шашлықтың дәмі бар лаваш. Барлығын осылай керек бөлшектерге бөліп аламыз. Осылай видеодағыдай дайындап аламыз, бәрін кесіп. Әртүрлі лаваш болған ол әдемі көрінеді және дәмі әртүрлі болады. Енді біз пюрені алып, осындай лаваштарға арасына салып орап шығамыз. Пюремізді саламыз, екі шетін осылай жауып, орап, сумен жабыстырып дайындап аламыз. Видеодағыдай барлық лаваштарға осындай пюрені салып дайындап аламыз. Неке барын осылай дайындап аламыз. Енді майымызды қыздырып, осылай бәрін қуырып аламыз. Тез қуырылады. Екі жағын ауыстырып, осылай қуырып аламыз. Неке сигара бөлегіміз дайын болды. Қытырлақ, өте дәмді. Барлығы сүйсініп жейді. Міндетті түрде осылай дайындап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лаваштар әртүрлі болса өте дәмді болады және дастарханға әдемі көрінеді. Достар, егер сіздерге менің каналым ұнап жатса, қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.